Асау барақ дастаны. Бұл дастанды Тілеумағамбет молла деген шығарған Қарақалпақстан облысының Мойнақ районында тұрушы Тасымбетов Сапарбай деген кісі жыр қылып айтып халыққа таратқан. Мен сол кісіден 1944 жылы жазып алып үйреніп, халық арасында айтып жүрмін. Бұл Барақ батыр 275 жылдар шамасында болған бізден бұрын. Бұның дастанында қазақ халқы қалмақ халқыменен шектесіп, қалмақтан барымталап мал алып, қолға түскен малдарын қайтып бермеген. Ол заманда Бөкенбай, Есет, Жәнібек деген қазақтың батырлары бар екен. Солардың атқосшысы болып атын ерттеп, жүретұғын Түгел дейтін кісі бар екен. Түгелдің 80-ге келіп үлкейіп келген шамасында ана батырлардың өтіп кеткен дәуірінен кейін қалмақтар өз алдына бір бөлек ел болып, бастарын құрастырып, кешегі бір өткен заманда қазақ деген халықта кеткен бірталай малдарымыз бар ұқсайды. Сол малдарымызды қайтарып алсақ қалай болады деген қиялменен Қарақалмақ Қатыспан деген бір қалмақты қан қылып, Алакөбек дейтұғын бір қалмақты батыр қылып, 6000 қол жинап Алакөбек батырдың алдына салып, мынау қазақтың еліне аттандырып жіберіп жатқандағы жері. Bismillah деп әуелі қолыма қалем алайын, ақ қағаздың бетіне қарада сияй жағайын, сөйлейін деп толғасам, сөзге де толық сарайым. Арқаның алпыс саласы, жалпыда жатқан даласы, байтақта жатқан қалмақты мекенінен қозғапты біздің де қазақ баласы. Сөз сөйлесем осылай келеді сөздің арасы, жалған десең мұның шежіреңнен қарашы. Асудың аспас белі бар, Сібірда деген ері бар, қарада қалмақ дейтұғын жұрт сұраған қаны бар. Алада көбік дейтұғын елді шапқан ері бар, қарада қалмақ жеріне халқына жардық салады, елін жинап алады. Аттануға қазаққа қарсы келдеп қалағы, қолдейді қалмақтан 6000-дай болады. Аттанды қалмақ белменен, қазақты шаппақ жерменен рауан жүріп келеді. Қосқандағы көзінің жорықта жүріп кеткен жолымен 6000-дай қолменен ізінде түсіп қазақтың ат жеңін деп біледі. Ежелгі жауым қазақтан тегімдің қалам кебеді. Сол күндері қазағың бейқұтта жатқан келеді. Үстіне келген қалмақтың хабарын сенден жүгінді. Сол күндері түгел қап 80-ге келген қарейді. Әрі уақыт жүрді 80-ге келген түгел қап бір күні жатыр біз көрді. Түсінден әжеп біз көрді. Көп алтынның ішінде бір бөлек жатқан біз көрді. Күннің да шығар бетінде елдің де аудақ шетінде бір айдағар келіп көрді. Айдағардың кейінінен ерендеген көп жылан шаға енен көріңгі түсінен жүрген қорықтың түгел қап біз көріп көрген түсін сананың баласының басын жинастырып, мен бір қолайсы түс көрдім. Сіздерді жинағанда осы көрген түсінді жолдайын деп бастарында құрастырып көрдім. Негізінде елімізді бір қоры келген тұсқан болу керек. Ертерек қапыда қалмай, қамтанып алдынан шыққанын жөн болады. Өзінің көрген түсін жолдайын көрген қаптың сананың баласын айтып тұрған жері. Мен айтайын онда бүгін біз көрдім, біздіңде әке біз көрдім. Көп алтынның ішінде бір бөлек жатқан біз көрдім. Күннің да шығар бетінде, елдің де аулақ шетінде бір айдағар келіп жүр. Айдағардың кейінінен үйрендеген көп жылан шағайын деп көріп жүр. Түсімде шайтан болмаса елімде дұшпан көріп жүр. Бірақ айдағардың үстінде бірақ бұлыт төніп жүр. Төніп та жүрген ақ бұлыт ерлерімнің аруағы елімді жаудан қорып жүр. Қапыда қалма қазағым, қапыда қалсаң қазағым, обалына қаларсың. Шулаған қатын баланың алдына шықсақ жиналып, дұшпанға кетпес армай. Алада көбік аттанса, ауыр қолменен қаттанса, алмайда кетпес қалмағын, салмайда кетпес салмағын. Бейқұтта жатқан қазаққа батырып кетер қармағын, өлтіріп
keter yerimde, öldürüp keter yerimde, sesipler keter yerimde, sındırıp keter dilimde, jalganda aytar dibeyim, jetide kamil birimde, osluda düştü esidi, yendide kalkıp düğünde, yengede kalkıp şeyinde, jasında tuğun kötörüp bir Kudayga sıyındı, solgun dörüp tuğulun süksenge gelgen şaması, бұл көтеріп түгіл қар, болды да көптің ағасы, түгілді батыр тұрғанда, жасында туды ұстауға ешкімнің келмей шамасы, 300-дің қандай баласы, атамыздың жатқан жері жайлы болсын, осы жердегі атамызға келіп жатырмыз, садақаларың қабыл болсын. Кейінгі жағы үлкен той болсын. қарап шабады, атағанда нет итқалбақ, мына бір келген шығанның қылышпен басын тағады, отанда шығып қалмақ, орта жүріп келеді, батыр жүреді, ортада қалмақ ойнайды, ішіпті қанға тоймайды, ортаға шыққан батырдың көзінде жоймай қоймайды, кәпірді қалмақ тасады, әруағы асады, ортаға шыққан батырдың қанында судай шашады, ортада тұрған қалмақтың қазақты қырып жапырып, нартүйедей бақырып, жылдамда кендіп шақырып, қарсыда қарап тұрады, қазақтың батыр шықпады, шыққанын қалмақ ұлтады, батырын қосап بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يولد له كله أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرحيم صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله رب الناس ملك الناس إله الناس من الكريم والمخنث إله في صدر الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبرك الذي بيده الخير صدق الله العظيم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مرحوم Birden metodun peygamber 33 Mustafa Mekke'den Medine Türkistan'da Hoca Ahmet Yasin Gölmüşler'de hizmet ettiler. İşinden birler yar bulup Berekatın жатқан yeri şahidi olsa biraz da olup Ashabul Berekatımıza savaşamızı жатқан yeri жалып olmalı. Devletler жатқан yeri жалып olup Muna kervatan halkın kalan padiyerler kavur olup Kadamlarla Allah'ın nurunu olup Yer halk aman bol Kazakistan'dan Özbekistan halklar 5 kala halktan gelip Hamasa kayın doğularının Padalar dergahında kabul olup yakın yılların kadamlar Allah'ın nurunu Allahu Ekber Өзіңді айтып кетсейші кішкене шалға. Кім екен? Таныстырып кет. Өзің қоқай қоңыр екенсің. Шал байып қойғанда. Микрофон бар, микрофон айтатындар. Ал тілектеріңді айтып қойыңдар камераға кішкене. Батаның басында кішкене. Және айтты сендер айтып. Ал баталарыңызды айтып. Айтпай баста, теппай баста. Нені? Бір-екі ауыз жақсы сөз айтып деп отырмын. Ал дауысым шыққан десе микрофон бар. Құрметті ағайындар, қошетті туысқандар, бүгін атамыздың басына келіп зиярат қылып жатырмыз мінекей. Мына бүкіл ел халық жиналып, осы кіші жүздің халқы, бұның ішінде барлығы ағайындар осы зиярат қылып жатырды, осы зиярат қабыл болсын айтылайын. Бұл елді қорғаған атамыз, осындай кең байтақ Қазақстанның жерін бізге мирас қылып кеткен атамыз, өзінің білегінің күшіменен, найзасының күшіменен жерді жаулап алып, елді халықты үлкен кең байтақ жерге ие қылып кеткен атамыз. Осы атамызға барлық уақыттары біз қарыздармыз. Осы атамыздың рухына барлық уақыттары дуа қылып жүруіміз керек. Біз барлық уақыттары рухына тағзым етіп жүруіміз керек ағайын. Бүгін міне жиналып істеген мына зияраттарымыз қабыл болсын. Әр үйге аманшылық болсын. Қуанышты күндеріміз халқымызда көп болсын. Мына егемендігіміз мәңгілік болсын.
мына жастарымыз барлық уақыттары мына жастарымыз барлық уақыттары со күшке мініп елді халықты қорғап жүрсін. Кішкентай қара балдарымыз шауып жаңағы жақсы болып, сол құлағы жарғақ құлағы жаңағы қалтырап қанша домбыраны тартып қуанышта болсын. Бәріңізге тілейтінім аманшылық, жақсы күндер көп болсын, аталардың рухтары біздерге жар болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Бүгінгі күні батыр аталарымызға арналған асқа қатынасып, барымыз атамызға қабыл болсын. Батыр аталарымыздың жатқан жері жайлы, топырағы торға, иманы жолдасы болсын. Ей Алла, батыр аталарымыз біздерді барлық уақытта қолдап, қуаттап, біздердің тілегіміз тілеп жүрсін. Қарақтарым, осынша ұлан байтақ жерді аталарымыз біздерге қорғап мирас етіп кетті. Ендігі жағында біздер алдыңғы толқын ағалар қартайып тұрмыз. Ендігі сіздерге амандық, жақсылық тілейміз. Айналайын қара көздерім, айналайын қара шаштарым, сіздер аман болыңдар. Мына елдің тізгінін қолға салыңдар, елдің байлығы сіздердің қолыңызда болсын. Мына бұрынғы біздерден бұрынғы ағаларымыздың салып берген сара жолымен жүріп, өткен аталарға аруағына арнап, Құран бағыштап тұрым, рет болса садақа беріп тұрым. Тек жатқан жер аталарымыз жайлы болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Алла жақсы күндерде сіз бізбен кездесіп, барлығымызға несіп еткейіп, Алланың құзырында бола бергейміз, несібелеріміз мол болсын. Мені тыңдағандарым үшін рахмет. Ал айта тарихта белгілі тұлға, елін, жерін, қалмақтардан, жаулардан қорғап, осы аман қалған. Осы Асау Барақ атамыздың кейін ел қалмақтарының мұратала мас көтермей шабуылға қылған. 1992 жылы қазан айында мына ескерткіш Барақ батырға ескерткіш салынды. Бұл ЮНЕСКО-ның есебінде тұр. Солда осы Ақтөбенің жігіттері ұйымдастырып, үлкен 70-80-дей үй тегіліп, соның бір дәлелін отыр. 1993 жылы июн айында Қарауылкелде үлкен той берілді. Асау Барақтың батырлығын көрсететін үлкен спектакль көрсетілді. Онда да 100-ге жақын жолды халық жиналып, Ақтөбенің жігіттері ол сорда үлкен қызмет атқарды. Мінекей 270 жылдығына бүгін мінекей жиналып отырмыз. Осы 270 жылдықты ұйымдастырып атқан өзеннің жігіттеріне көп рахмет айтамын. Қайрат бастаған, Асан қоштаған өзеннің жігіттері көп жұмыстар істеді. Осы мінекей Асау Барақтың басындағы құрылыстардың бәріне тікелей осы қызметті атқарды, осы ұйымдастырды, осы шараны ұйымдастырып жүрген солар, көп денсаулық тілеймін, рахмет айтамын. Міне Асау Барақ белгілі қолға болғасын ғылыми конференция дәлелденді 93 жылы. Содан бері ЮНЕСКО-ның қарауында Асау Барақ уақытында жауды қорғаған, бұл Хиуа хандығына Ираннан Қызылбастар жаулағанда да келіп Хиуа хандығы көмек сұраған, соны барып Асау Барақ әскерлерімен барып қайтарған. Соның себебінен Асау Бараққа Хиуа хандығы Хорезм ойпатынан 2000 танап жер бөліп берген, көшіп келіп қоныстануға. Бірақ Асау Барақ атамыз оған бармаған, осы сан құмында Ақтөбе өңірінде осы жерде жайлап жүре берген. Асау Барақ атамыз мінекей өзінің орыстардың жаулап қалу жағына да қарсы болған. Бірге Асау бастаған топ, Абақ бастаған топ, мына елдің бойында жерді, қазақтың жерінің малдарын жайдырмаған. Сол кезде Асау Барақта қарсы шығып, көтеріліп жасап, сырым батымен бірлікте әскер жинап, оларға қарсы тұрған. 300-дей солдатын бір соғыста өлтірген, Ақсақ майырды қолға түсірген. Соңында Ақсақ майырды Айшоқ ханға айырбастаған. Асау Барақ атамыз белгілі Совет дәуірінде бұл айтылмады. Себебі орыстардың қоныстауына қарсы саясат жүргізген үшін бұл жетілмеді. Тек егемендік алғаннан кейін 93 жылдан бастап бұл айтыла бастады. Қазір тарихи деректерін зерттелді. Содан кейін қазір Асау Барақ атаны қазір білетін болып жатыр, бүкіл Қазақстан халқы білетін болып жатыр. Асау Барақ бұл жерде мінекей осыдан былай темір жол көтереді екен. Жақын жердегі осы темір жол станциясын
асау барақ деп қойса деген менің осы мына әкімдерден жұртшылықтан өтінішім бар. Сол кезде біздің асау барақ атаның ұрпақтары жан жақтан көшіп келіп осы жерді үлкен бір шаһарға айналдыруға мен кемел сенемін. Асау барақ үшін күні-түні жүгіріп жүрген айтатыным Алматы облысынан Нұрғазиев Тілеу деген азамат. Ол жігіттердің жігіті асау барақ атаны күні-түні ойланып соның үшін шауып жүрді. Тілеу мінекей осы ұйымдастыру шараларына осы асау барақтың басындағы осы құрылыстарды салуға белсене қатынасып, қоғамды осындай қаражат жинауға көмектесіп жатыр. Мінекей ол сол Тілеудегі келінім, нағыз асау барақ батырдың келініндегі біреді қаншайым келінді. Ол да осы асау барақтың басындағы мына неге мешітке көрпе төсегін кеше шайдың дейін әкеліп, ұйымдастыру шараларын атқарып жүрді. Рахмет ол келініме. Енді мінекей айтатыным асау бараққа бұдан былай осы денжайшылдық болса бірлікте ойлана берейік, бірге кездесе берейік. Келгендерің үшін рахмет, сау саламат болыңыздар ағайындар. Қолыңызды беріңіз. Рахмет сізге. Өмекең дауысыңды естіп ар жақтан келдің ғой. Таныдың ба? Тілепбай Әбдиев. Мен Өтеген Ишанбаев келгенде. О, жарайды. Жолың бет ашын ба? Жоқ, қоңыр. Жарайды. Лавақтың жігіттерін қуанып күту керек. Осындай сен тұр мен атайын деген азаматтар қолынан келеді. Мынандай игілікті істер істеу. Мінекей мынау Өмірзақ ағамыз, мына Нағмет Жастөбеден Ақтөбеден, сондай-ақ осы жерде қызмет істеп жүрген жігіттердің бәрінің атын атап шығу қиын. Осы жігіттердің бәріне мен келген өзім бірге келген азаматтардың атынан рахмет айтып, келешекте жақсы күндері көп болып, атаның рухына риза қылып жатырған осы бәрімізге, осы қызмет істеген жігіттерге мінекей барлық уақыттар үйінде аманшылық, жақсы күндер көп болсын, денсаулығың мол болсын Өмеке. Мен жаңа сөйлемедім, сонда да және сенім Өмекең сөйлегеннен кейін тағы бір сөйлеуге дұрыс келіп тұрыпты. Өмекеңнің айтқан сөздердің бәрі орынды, құлақтарыңызда сақтаңдар бауырларым. Кейінгі мына осы ұйымдастыру мәселесі бойынша жүрген жігіттердің барлығына рахмет. Бұл жерде біз бөлінбейміз, бөлінгенде бөрі жейді. Бүткіл табын, бүткіл адай, бүткіл әлім бәрі қолдап қуаттап жатыр. Дей тұрғанмен Лабақ атамның ұрпақтары бірінші орында тұрыпты. Соның үшін барлығына рахмет, аманшылық, жақсы күндерде кездесу тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын айналайындар. Осындай жақсы игі істерде қатынасу Алла тарапынан бәріміз несіп еткен. Ей Алла, аспанымыз ашық болсын. Көк туымыз желбіреп тұрып, қазақ деген елді бүткіл дүния тани берсін. Баршаңызға рахмет. Давай сюда. Смотри. Бір келсе. Қара. Үш. Атадан өзіміздің атамыз өтсін. Сөйтші. Бұғылан тұрып кіресай. Мені көрсеңдер жинақталады ғой. Кіммен келдің аға? Еш уақытта да мынандай қиыншылықтар тап болмай, қиын қыстау кезінде де сонау мына біз өзін таныстырып кететін болса, мына Өзен деген қаладан Қайрат деген азамат Өтенов фамилия, Масау қорының төрағасы. Осы жұмыстарды бастадық кезінде осы 2013 жылы аталарымызға, Амарай атамызға 270 жыл, Асау атамызға 250 жыл болатын боласын.
осы жылдың басында март айында, наурыз айында, наурыз көрісінде бүкіл осы Маңғыстаудағы бейнеуіміз бар, өзеніміз бар, ақтауымыз бар, жігіттердің бәрін шақырып бас көтеру. Осы аталарымызға мінекей биыл үлкен даты болады, юбилейный даты болады. Сондықтан да осы атамызға қызмет жасайық деп бастадық. Сол бастауымыз мінекей аяқтауымен жақындап келатыр. Осы мына кесенені салдырдық 2008 жылы. Біреуіміз бар, біреуіміз жоқсыңдар. Сонда ас бердік. Одан кейін барып қалған жұмыстардың бәрін көріп солардың бәрін жасаттық. Осы күннің арқасында осы азаматтарымызға елін қорғап жүре берсін. Астында қамыз қабыл болсын жігіттер. Келетұғын күн бар деп айқайды салып тұреді. Бұған қарсы шыға қоятұғын қазақтан батыр болмады. Түгел қарт, лағыларын білмейді, зарығып, толғап тұрған жері. Бөкенбай есет Жәнібек, жәрдім бұл бүгінінің ай. Осы да бүгін ағалар, бір көрінсең көзім ай. Тарқады еді ішімнен меніңді қайғы шерім ай. Қайтып та келер күн болса, жігіттік дәурен күнім ай. Сол күнім қайтып келмейді, қазасыз пенде өлмейді. Бүлкөйіп кеткен шағымда, байыпта тұрған бағымда. Алада көбік кез келіп, қартайғанымды білмейді. Жекпе-жекке шығып тұр, бүгінді қазақ ішінен. Қапырда туғын шыққандай, тумаған екім бір бала, таппаған екім бір дана, тумаған құстан нешара. Осылай деп бейшара көпке де жылап еңіреді. Түгел қартың бұл сөзі, құр жылап тұрған көз көзі, қамақта тұрған қазақтың құлағына кірмеді. Жанада түгел сөйледі, бір жаратқан құлайым, көзіңнен жәрдем сұрайын. Жәрдем берсең құлайым, пендегі бар ма уайым. Адада көбіп қалмаққа, енді да өзім шығайын. Шығатығым баланды тумаса қайдан табайын. Атса бір өліп қалайын, не жаным бар қаяйтын. Ақшы етке қосылып, ұжмақтан орын алайын. Бірақ қайтыр екен кеші жүз, сабырда етіп шырайын. Әнә өкіргін түсімді осы да бүгін сынайын. Сол түсімнен бір үміт, айдағардың үстінде төніп та жүрген ақ бұлыт. Кіші жүзден қалмаққа шықпастан екен бір жігіт. Алладан болса бір пана, тапқанда бұлар бір дана. Кіші да жүзден қалмаққа шықпастан екен бір бала. Осыны айтып тұрғанда алада көбі қалмағын 200-ді жеңдім деп. Кіші жүздің тұсына ат ойнады барғанда. Қабағын тастай түйілген, лашын құстай шүйілген. Кәпірда жаулық қалмаққа шығада шаптық бір бала. Жауға да шапқан баланың 18-де жасы бар. Тиылған қара қасы бар. Жаста болса баланың 1000 балаға басы бар. Таппірген қара мұрты бар. Ақ қағаздай көркі бар. Астында аққұс аты бар. Іскендірдей баланың басында біткен шақы бар. Қалмаққа шаптың айқайда өлімнен болып ой бейқабар. Бұл шыққан бала Барақ батыр еді. Сол кезде